Журналистикада өзіндік қолтаңбасы бар көрнекті қаламгер, публицист Мағира Қожахметова шығармашылық пен ғылымды ұштастыра білген бірегей тұлға. Оның өмір жолы мен кәсіби қызметі бірнеше буынға үлгі. Менің бұл жұмысты жасауыма себеп болған осы кісімен жүзбе-жүз кездесіп, мазмұнды сұхбат алу мүмкіндігі. Кездесу барысында біз тек шығармашылығы туралы ғана емес, махаббат, жеке өмір, ғылыми ізденістері мен рухани құндылықтары жайында да әңгімелестік. Әрбір жауабы терең ой мен өмірлік тәжірибеге негізделген тағылымды пікір болды. Бұл сұхбат мен үшін кәсіби тәжірибе емес, жас журналист ретінде үлкен рухани сабаққа айналды. Мағира Қожахметованың өмірге деген көзқарасы, адамгершілік ұстанымы және шығармашылыққа адалдығы зерттеу жұмысымның өзегіне айналды. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Ақнұр Бағдат. Қазіргі таңда Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде журналистика мамандығы бойынша 2-ші курста оқимын. Мен Мағира Қожахметова апайыммен қалай таныстым, сол туралы айтып берсем деймін. Жалпы ол 2024 жылдың ақпан айында орын алған. Ол кезде мен 11-ші сыныпта оқимын. Шығармашылық емтиханға дайындалып, осылай мақалаларымды жариялағым келді. Одан кейін осы дәл біз отырған кітапхана Алатау хаб кітапханасына келіп, газет журналдар іздей бастадым, қандай редакцияға мақала жіберуге болады, соны қарастыра бастадым. Одан кейін бір журналға көзім түсті, көрініп тұр, республикалық журнал екені, атауы Балбұлақ журналы. Сол Балбұлақ журналын былай қарадым, ол осы балаларға арналған республикалық журнал екен. Соған өзімнің мақаламды жариялап көрсем қалай дегендей бір ой келді. Одан кейін осы журналдың артқы бетін қарасам, осы Мағира апамның номері тұр екен. Бірден ойланбастан сол кісіге хабарластым, звондадым. Апайым айтты, оны мақалаңды жібере ғой, мен шығарып көрейін деп. Одан кейін келесі айларда маған тапсырма бере бастады. Сол тапсырмаға қарай мен тез орындап жүрдім. Осы Балбұлақ журналында өте көп мақалам шықты десем болады. Одан кейін енді шығармашылық емтиханға өзімнің мақалаларымды офлайн түрде, мынандай қағаз түрінде апарғым келді. Сондықтан Мағира апаймен кездесіп, үйіне барып, ол маған редакциясын көрсетті. Одан кейін өзінің жаңағы отыратын орнын, баспасын барлығы маған көрсетті. Содан бастап осы Мағира апаммен жақсы араласамыз, соған шай ішуге барып тұрам ара-тұра. Осылай Мағира апамызбен таныстық. Енді Мағира апай, сізге алғашқы сұрағымды қойғым келіп тұр. Редакцияңызға байланысты мұны жасама, бұны жариялама деген қысымдарды өміріңізде былай көрдіңіз бе, естідіңіз бе? Мен журналистикадағы менің бір бақытым, маған ешқандай қысым болған жоқ. Өйткені 1969 жылы университетті бітіріп, бірден сол кездегі керемет газетке келдім. Ленинші жас газетіне Шерхан Мұртаза қызметке алып, одан Сейдахмет Бердіқұловтың қарамағында 8-9 жыл істедім. 11 жыл жұмыс істегенде менің бүкіл мынау болмысымның қалыптасуына, мінез құлқымның қалыптасуына осы Ленинші жас керемет әсер етті. Мен ылғи бір сөзді қайталай берем, менің ертегім Ленинші жас деп. Сондықтан мен сол нағыз адамның шығатын кезде ешқандай қысым көрмегеніме өзімді қазір бақытты сезінем және сәттілік деп ойлаймын. Егер бүгін бір тұлға туралы шындықты ашсаңыз, сізді кім жау көреді? Мені жау көретіндер болуы мүмкін. Жалпы мен қазақтың небір тұлғалы жандарымен жақын араластым. Әбіш Кекілбаев, Асқар Сүлейменов, Оралхан Бөкеев, Фариза Оңғарсынова, оның ар жағында Мәриям Хакімжанова, Әмина Мәметова, Сара Мыңжасарова, Данабике Байқадамова және басқалармен жақын араластым. Сонда мен өте көп сырларын білем осы кісілердің. Егер мен сол кісілердің әрқайсысы туралы өзімнің білетін шындығымды жазсам, ол сенсация болар еді. Мен мынау небір мықты данышпан адамдардың бір-біріне жасаған опасыздығын білем. Мен небір мықты талантты адамдардың бір-біріне жақсылықты қимаған сәттеріне куә болған адаммын. Өйткені өзім осы Ленинші жас газетінде, Қазақстан әйелдер журналында жүргенімде көп адамдардан сұхбат алдым. Марғұлан, Ғабит Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы. Сонда мен кейін көбімен жақын араласып кеттім. Сол тұлғалардың ешкім білмейтін сырларын білетінім рас.
Тіпті кейде маған бір соны осыны білетін адамдар маған әлі күнге дейін айтады, соны жазсаңшы, соны шығарсаңшы, бұл керемет сенсация болар еді. Мәселен, Фариза апама қатысты көп нәрсе біледі екенсіз, соны жазсаңызшы, я болмаса басқа. А мен оның бірін де жазғым келмейді, өйткені үйтіп атымды шығарғым келмейді, әйтпесе сонымен-ақ көп нәрсе бір жаңалық жасауға болар еді. Сондықтан оның барлығы менің өз ішімде құпия болып қалады. Цензура дегеннен шығады, мен 13 жасымнан күнделік жүргіземін. 13 жасымнан бастап көрген түстерімді жаза бастадым. Соларды қарап отырсам, менің таң қалғаным, мен мынау өзіме кезінде ғашық болған жігіттерді, өзім ғашық болған жігіттерді атын атамаппын. Соны мен ойлаймын, керемет цензура қалай мен түсінгеніме қазір қайран қалам. Өйткені әдетте адамдар өзінің сезімін жазып жатады, кімнен таяқ жеді, кіммен қалай достасты, кіммен махаббат құрды, соның бәрін жазғанда менің ғашық болған кездегі сезімдерім, түйсінуім ғана бар да, біреудің есімін жазып аппын. Соны әлі күнге дейін сол жалғасады, соған қайран қалам, менің цензурам сол. Ал былайша мынау мораль тақырыбына жазғанда, неше түрлі сотталған адамдардың іздеп барып жазғанымда, кейбір адамдарды кәдімгі түрмеден шығарып алған кездерім болды менің жас кезімде, лениншіл жаста. Әділетсіз сотталған талай адамның бостандыққа шығуына көмектестім. Жаңа ғана енді маған өзіңіздің ғылыми жұмыстарыңыз туралы көрсетіп, айтып беріп жатырсыз. Бір қараса, ішінде музыкада, театрда, балетте барлығы да қамтылған. Сіз тек оны ғана емес, жалпы басқа салаларда да өте былай майталмансыз. Тек қана журналистика саласында ғана емес, басқа салаларды да қамтып жүрсіз. Енді ол қалай болғаны, сіз сол туралы айтып беріңізші. Енді мен журналист болғанда, менің өзім Лениншіл жас газетінде жүргенде, біз көбінесе мынау съезд жазатынбыз, партия мен комсомолдың съезін, небір жұмысшылардың атынан құлаш мақала дайындайтынбыз. Мына комсомол хроникасын жазатынбыз. Сонда мен ойлап отырсам, біздің қанша уақытымыз бір сондай нәрсеге кетіпті да, сондай нәрселерді жазуға. Ал бірақ маған менің журналист ретінде өзімді бір арашалап алдым да, сондай бір болымсыз шаруалардан. Өйткені кілең өнер адамдарын жаза бастадым. Оған әсер еткен негізі Оралхан Бөкеев маған көп тапсырма беретін, лениншіл жаста жүргенде. Содан осы анау өнер адамын жаз, мынау өнерін жаз деп, содан бастап мен сол өнер адамдарын жаза бастадым. Ал негізі мораль тақырыбына жазған дүниелерім де көп. Мен жалпы армандаймын да, жаңа өзің айтып отырсың ғой, мен түрлі бағытта бір-біріне ұқсамайтын тақырыптарды қалай меңгергенсіз деп. Шынында да мен мынау Көкшетау кітапхана техникум бітіргенім үлкен мән атқарды. Өйткені мен 17 жасымда сол техникумды бітіріп, сол кезде мен музыкадан, мына өнерден, өнердің басқа салаларынан да хабарым болды да, мынау журналист ретінде Майя Плисецкая, Джуна Давиташвили, Юлия Борисова, тағы да басқа мына шетелден келген қонақтармен, Вахтангов театрының артистерімен барлығымен кездесіп, солардың жанында отырып, солардың бүкіл сұхбатын тыңдағанмын. Сондықтан енді өнер деген менің мынау балет жаңағы сурет, живопись, графика барлығын жаздым. Соның барлығы өкілдерін жаздым. Ал енді екінші жағынан енді мен өзім Құдайдың берген маған бір сый деп ойлаймын. Мен тек қана өнер емес, мен парапсихологиялық тақырыптарға да бардым. Осыдан 35 жыл бұрын Адам құпия деген кітабым шыққан. Онда құмалақты зерттедім, құмалақ ашуды, түс көруді зерттедім. Енді қазір балалардың түсін жазып жүрмін. Мен балалармен жұмыс істегенде балалардың көрген түстері бойынша сурет салғызып жүрмін. Саған да айттым ғой талай. Сол балалардың көрген түстерін мән берші дедім. Ал енді бұның барлығы мен өзім ойлаймын, осы өзімнің журналистік қаламгерлік менің ерекшелігім сол осында. Жаңа ғашық болған адамдардың атын мысалы жазған жоқпын деп айтып жатырсыз ғой. Мысалы, оны тек қана өзіңіздің сезімдеріңізді ғана сонда жазып жүре бердіңіз бе? Өйткені маған
ол кезде ғашық болған жігітімнен гөрі менің өзімнің сол жігітке ғашық болғандағы орысша состояние дейді ғой, состояние души, желание, соны сол кезде қарап отырсам, қазір енді қарап отырсам, соншалықты сол кезде таңғаламын да, мен өзімнің түйсінуім, өзімнің сезімім шалқып толқыған, жаңа романтикалық леп, соған көбірек мән береді екен. Соған қарағанда мен ойлаймын, сол тіпті ғашық болған кезде де, өкінгенде, мұңайғанда, неше түрлі бір қиын жағдайды кешкенде, опасыздықты көргенде, жауыздықты көргенде, мен үшін менің соны қалай қабылдағаным, қалай түйсінгенім, сезінгенім алдыңғы қатарға шығады екен. Жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, мына құмалақ ашу, түс жору туралы. Жалпы адам өмірінде түс маңызды ма? Ол өмірге бір қандай да бір белгі беру ма? Тек қана жалпы адамдардың түсі емес, нақты балалардың түсімен айналысады екенсіз. Сол туралы сізден білгім келіп отыр. Оны білгім келсе, енді оны оқу керек. Мен енді түс көру туралы бұдан 40 жыл бұрын бастағам жазуды. Өзім айттым ғой, жаңа 13 жасымнан бастап күнделік жүргіздім, сонда соның көбі көрген түстерім екен деп. Түс көру деген бұл ғажап тылсым ғой бұл. Бірақ менің екінші жағынан айтатыным, адам пәлендей мән бермеу керек. Жалпы адам ғашық боласың ба, түс көресің ба, я болмаса бір нәрсені қалайсың ба, ешқашан фанатизммен берілмеу керек та. Сондықтан мен түс көрудегі мына қазақ ұлтының ерекшелігі мені сондай қызықтырады. Өйткені мынау, егер былай барлық осыған қатысты тақырыпты Фрейд, Юнг және басқаларын қарап отырсаң, тіпті Гегель, Кант, барлық философтардың түс көру туралы өздерінің тұжырымдамалары бар. Ал солардың барлығымен салыстырғанда қазақ ұлтының түс көру жорудағы өзіне ғана тән ерекшелігі бізде бұл өзінің күнделікті тұрмысында соны пайдаланады екен. Өйткені менің анам айтып отыратын, Әбдірахман аналары сынықшы, емші, көріпкел болған. Сонда ол кісі таңертең оянғанда айтады екен: ай балақайларым, балаларым, қандай түс көрдіңдер деп. Сонда сол шешемнің әңгімесі сол жастайымнан құлағымда қалған. Содан ба әйтеуір сол түс көруге үлкен мән бере бастадым. Енді ол кітаптарымда да шықты, шет жағасы. Жаңа енді романтикалық леп деп қалдыңыз ғой. Енді мен өзім бойжеткен болғаннан кейін маған да тақырыптар қызық. Жалпы енді жас болғаннан кейін неше түрлі адамды кезіктіреміз. Былай махаббат туралы сіз қалай ойлайсыз? Сол туралы айтып бересіз бе енді? Жалпы бізге мына жастарға ол тақырып өте қызықты. Махаббат деген енді сезіну бір ғажап нәрсе. Жалпы мен ойлаймын, жақсы көруді сезіну, біреуге ғашық болуды сезіну әлдеқайда қызық мен үшін. Ал бірақ ғашық болып, соның жолында бір құлазып, күңіреніп, күйзеліп кеткен жағдайларды көп көрдім мен өмірімде. Мынау ғашық болған жігіттер, ғашық болған қыздар өзі сол жауап сезім болмағандықтан кәдімгі баз кешіп, өзін тіпті өлімге қиған сәттерді жиі кездестіргеннен кейінгі менің ойым жалпы, адам ғашық болу керек, бірақ ғашық болып ауруға ұшырамау керек. Мен өзімнің қыздарыма, өзімнің мынау кейінгі қыздарға жиі айтам, ғашық болып, масқара болып, ауру болып қалмаңдар. Өйткені мынау адам егер сезімге беріліп, соншалықты соның соңынан кетсе, ол егер жауап болмаса, соншалықты бір өзінің құнына татымайтын бір жігіттер үшін соншалықты баз кешкенін қаламаймын қыздардың мен. Сендер жастар ғой біздің үмітіміз. Мен мәселен жастарға қатты сенемін, мен өзіңі де жақсы сенемін. Сен енді бала кезіңнен танимын ғой мен. Екеуміздің танысқанымыздың өзі қызық қой. Мен мәселен өзімді насихаттап ешқайда бармаймын. Бірақ бір бала шақырып жатыр десе, мектеп шақырып жатыр десе, я болмаса мені бір оқушы іздесе, или бір бала өзінің шимай шатпағын менің жаңа WhatsApp-ма жіберіп атса, соған ден қойып, кәдімгі соның соңында бәлен күн жүрем. Мен мынау адамға берген уәдемді орындайтын адаммын. Осы жерде айтып кетейінші, қазіргі ең қиын нәрсе адам баласы, мынау министр ма, әкім, қара ма, жалпы жоғары биліктің сатысында жүрміз бе, қатарымыздағы ма, бірде бір адам өзінің сөзіне, өзінің уәдесінде тұрмайды.
ең қиын жағдай осы. Сондықтан да енді жастарға сенем және жастардан күтем. Мәселен, сенің де мінекей осы оттай жалындап тұрсың ғой, енді осы көп нәрсе жасағың келіп, мен қуаныштымын сені ана оқушы кезіңнен танып, осы өзімнің балбұлақ журналыма шығарып, мен қайран қалатым, мен не айтсам да сен бірден орындап беріп жүрдің ғой енді. Иә. Мен қандай тапсырма берсем де сен керемет елгезектікпен, сондай ықыласпен орындайтын сен сияқты оқушылар көп емес. Сондықтан әрине сенем, саған сенем, жастарға сенем. Рахмет үлкен. Айтқаныңыз келсін. Мағира Қожахметовамен болған бұл кездесу жай ғана сұхбат емес, өмір мектебі болды. Оның махаббат туралы ойлары жүректен шыққан шынайы толғаныс, ал жеке өміріндегі тағылымды сәттер адам болмысының тереңдігін танытты. Бұл сұхбатта мен бір нәрсені анық түсіндім. Ұлы тұлғалар қарапайымдылығымен биік. Мағира апайдың өмірге, махаббатқа, ғылым мен шығармашылыққа деген көзқарасы жас буынға бағыт-бағдар беретін шамшырақ іспетті. Ал енді жолың ашылсын, сенің сол кішкентай кезіңнен өзіміздің осы балбұлақтың керемет белсенді авторы болдың. Иә. Балбұлақ журналы саған қандай тапсырма берсе де елгезектікпен, сергектікпен орындадың. Өзің бойың тұнған идея, осы сол идеяларың, сол мақсат тілектерің орындалып, болашақта осы біздің қоғамның бүкіл түйткілдерін жарыққа шығаратын, бүкіл мынау бақытты басылымдарға керемет оң көзбен қарайтын керемет бір маман бол, министр бол, әкім бол. Сен барлығы болуға лайықсың. Осы мақсаттарың, жоспарларың жүзеге асып, тек қана әке шешеңнің емес, бүкіл қазақ халқының қуанышы бол. Жақсы айттың.